Сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз мынадай жасыл домалақ жұмсақ жіппен және де ақ жіп қосылған домашний тәпішке тоқуды үйренетін боламыз. Оған бізге керекті мынадай табан керекті болады. Жұмсақ жағында қос ілгішіміз бізге жуан жағы керек болады. Сосын мынадай қыстырғыштарымыз, ақ жіп, мынадай зажигалка, қайшыларыңыз міндетті түрде тұру керек. Бізге мінеки ақ жіп пен жасыл жібіміз дайын. Жасыл жібіміз кішкене бір жағы тегістеу емес, мынадай үзіліп қалады деп ойламаңыздар. Бұның осындай үзілгіш болады жасыл жіптер. Мынадай ақ жіп сияқты мамық болмайды. Жіптердің барлықтары, оған уайымдамаңыздар. Мінеки жасыл жібіміз кішкене тегістеу емес, оған қатты уайымдап кетудің қажеті жоқ. Ақ жібіміз өте керемет. Әрбір мамықтардың өзі тегіс болып тұр. Осындай ақ жібіміз бен жасыл жібіміз. Жасыл жібімізді былай суырсақ, осындай шығып кетуі мүмкін. Осының алдын алу үшін біз неге суырсаңыздар шығып кете береді. Сондықтан бұған қатты уайымдап кетпеңіздер. Бұл қандай сапасы өте төмен деп ойламаңыздар. Осындай үзілгіш суырылғыш болады. Сондықтан бұны біз мынандай күйдіріп, басын шатап тастауымыз керек. Неге осындай жіптерімізді дайындап аламыз. Енді табанымыздарда осындай ұлтарағын алып тастаймыз. Осындай тесіктері болады. Көріп отырғандарыңыздай. Осы тесіктермен біз жіпті іліп алып отырамыз. Әрқайсында тесіктері бар. Мінеки мына жерінде сызық тұр. Сол сызықтың жіпті біз оң жағынан бастап алатын боламыз. Өзінің белгісі болады бұл жерде сызық. Соны оң жағынан бастап біз жіпті алып отырамыз. Тесілмей қалған жерін бізбен өстіп тесіп қоямыз. Ілгішпен қадап белгісін белгілеп қоямыз. Санаймыз. Алты. Екеуін бірдей шығу үшін. Осындай келебей табандарды алсаңыздар болады. Сынғыш келмейді. Айналдырып осылай тоқисыздар. Бұл табандарды қайдан алуға болады деп кейбір кісілер сұрап жатыр. Бұл табандарды біз Пиндодан, Қытайдан заказ беріп алдырсақ болады. Әрбір жібімізді, неше түрлі жібімізді сол Пиндодан алдырып алсақ болады. Түсіне қарай, өздеріңіз ұнатқан түстеріңізге қарай алдырып тоқып үйренесіздер. Белгісі тұр мына жерде. Енді біз белгілеп аламыз. Осындай қыстырғыштарымыз міндетті түрде керек болады. Екі аяқ киіміміздің бірдей шығу үшін. Осыдан айландырып
әрбір тесіктен біз бір жіпті тоқып отырамыз. Бір жіптен тоқып отырамыз. Енді біз кішкентай саусағымызға айландырып аламыз. Бүйтіп ұстайсыздар. Мен мұқият осы тоқылу барысын сіздерге түсіріп отырмын. Жақсылап үйреніп алуларыңызды сұраймын. Алдымен менің каналыма тіркеліп алуыңызды ұмытпаңыздар. Сәттілік, біз тоқуды бастаймыз. Оң қолымыздың ішінен, іш жағынан мінекей кіргізіп алдық тесікке. Енді кішкене тартайық. Көріп отырсыздарыңыздай үш жағынан бір жіпті алдық. Тартамыз. Екінші тесігімізге кіргізіп, мына басында бастапқы жіпті де біз үш жағынан сырт жағына қарай ораймыз. Енді екі жіптен өткіземіз. Жаңында бір жіптен өткіздік, енді екі жіптен өткіздік. Түнде. Мінекей мынаның аралығын өлшеп аламыз. Өте ұзын болып кетпеу керек. Қолымыздың, сол қолымыздағы жіпті өте қатты тартып алмауымыз керек. Өйткені тартып алсақ, біз мына аяқ киіміміз былай қисайып кетуі мүмкін. Жұмсақ, неғұрлым жұмсақ ұстаңыздар. Жұмсақ ұстау, тартып отыру керек. Қанша қатты тартып отырмау керек. Енді мына жібімізді, осы астыңғы кішкентай азырақ жібімізді ілгіштің үстіне қойып аламыз. Алдынан артына қарай айналдырып тартамыз. Міне екеу шықты. Енді алдынан артына қарай орап, сол екі жібімізден өткіземіз. Мінекей. Қарап тұрсаңыздар тоқылу, мұқият қарасаңыздар тоқылу барысы өте оңай, қиындығы жоқ. Ілгішімізді шешіп тұрайық қазір. Қыстырғышымызды үстіне қойып аламыз. Өрнегіміз шығып келе жатыр. Мына жерінде біз жақсылап түсіндірдік, ең басын жақсылап түсіндірдік. Енді жалғастырып тоқимыз. Ішінен сыртына қарай аласыздар, екеу. Енді бір жіпті сол екі жіптен өткіземіз. Солай қайталап отырасыздар.
Мінекей қарап тұрсаңыздар, в әрпі сияқты шығып отыр, иә? Осылай біркелкі шығып отыру керек. Егерде біреуін тартып, біреуін жіберіп отырсаңыздар, өте көрнекті, әдемі шықпай қалады. Сондықтан біркелкі жіпті біркелкі ұстап отыруларыңыз керек. Мына қысырғышымызды алып тастаймыз. Жалғастырып тоқимыз. Біркелкі ұстап отырыңыздар. Мына кішкене қарап тұрғандарыңыздар, мінекей екі қысқа жіп алып, біз осындай өрнек шығардық. Енді біз тоқимыз. Айналдырып. Қараңыздар, қазір біз осып тоқырсақ өте күш алып кетеміз. Сондықтан біз қолымызды бұлай ұстап, енді аяқ киіміміздің табанын жерге қойып, өте ұзын алсақ, мінекей екі көзден асып кетіп отыр. Сондықтан біз бір көз алдыңғы өзіміздің тоқитын көзімізге өлшеп алуымыз керек. Сол көзден асырмай, кішкене асса ештеңе етпейді, сол көзден асырмай жіпті алып отырайық, өлшеп. Мінекей. Кішкене осылай ұстасақ, өзімізге де кішкене жеңілдеу болады. Көтеріп ұстасақ, кішкене ауырлау, күшіміз кетуі мүмкін. Мінекей, мына қатардың бәріне бір жіптен алынады. Мына жерге екі жіп аламыз. Мына жақтың бәріне сол бір жіптен алып отырамыз. Bir қатарымызды тоқып бітірдік. Міне мына жерден байқап тұрсыздар ма? Мына жерде бір үшбұрыш тұр. Көріп тұрсыздар ма? Міне үшбұрыш. Сол үшбұрыштың астынан екінші қатарымызды сол үшбұрыштың астынан аламыз. Міне бірінші ең бастапқы тоқылған жеріміз. Міне тоқылған жеріміз. Міне екінші мынандай тура үшбұрыштың асты. Міне астындағы несін аяқ киімнің тесіктерін санамайсыздар. Тек қана үстіндегі үшбұрыштың астынан алып аламыз. Не, үшбұрыштың үстін, тура үшбұрыштың үстінен алып отырасыздар. Не, үшбұрыштың үсті. Не, екіншісі, үшіншісі мына жерде тұр. Төртіншісі, бесіншісі анық. Мына жерде де анық. Не,
екеуін қосып аластыр. Осылай тоқып кете бересіздер, айналдырып. Ұлтарған салған кезде қысып тұрмау керек. Міне ортасын біз ашып, кішкене белгілеп аламыз. Сосын қыстырғышымен қыстырып, белгілеп қоямыз. Шатасып кетпеу үшін. Екінші қыстырғышымызды белгілеп қоямыз бәрі. Екінші аяғымыздың, аяқ киіміміздің ортасы. Екі аяқ киіміміздің де ортасын белгілеп аламыз. Сырт жағынан киген жағын тауыр белгілеп алайық. Енді бір, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Үш жерден біреу белгілеп аламыз. Даны алып, осыған белгілеп алайық. Жаңан санағанда біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Жерден біреу белгілеп аламыз. Дұрыс белгілеп алдық. Енді мына аяқ киімімізде ұқсас. Мына қыстырғыштың мына жағынан бастап санаймыз. 5 тал. 3, 4, 5. Мына жерден біз қыстырып аламыз. Екеу алынбай қапты, екеуін бірге қосып аламыз. Енді ұқсас мына жақтан да 5 тал. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Нешеде 12 тал. Демек 12 тал болу керек. Енді жалғастырамыз. Артынан
көрдіңіздер ме? Осылай аласыздар. Айналдырып 3 жіптен өткіземіз. Неге? Көреміз, екеуі бірдей алынды ма? Ішінен сыртына алып. Енді біз ақ жемімізді осы жерге жалғайтын боламыз. Осылай ұстайсыздар. Не? Неге? Енді сол жасыл жемімізді бір жасыл, бір ақ солай ауыстырып отыру керек. Енді ақ жеміміздің кезегі. Осылай да қоя бересіздер.
Енді мына жағын мына жердің жанында жанынан шидің жанынан бастаймыз. Кішкене тартамыз. Мына жерде біз мындай осындай екі өрнек салуымыз керек. Ірішімізді осы жерде бір аралық болу керек. Осы аралықтан біз үстін өткіземіз. Мына жерде бұлай болуға болмайды, бұлай тұруға болмайды. Ал жасыл жымыз артында, ақ жымыз алдында тұру керек. Мына жерден аралықтан өткізіп аламыз жымыздың. Аралық. Осы аралықтан мына жіп кішкене қалыңдау болғандықтан аралығы кішкене қиындау болады. Мұқият қарап, аралығын тауып қойыңыздар. Келесі қатарда қоймыз. Келесі қатарда мынандай екі ұқсас емес аралықтан аламыз.
әртүрлі жіптердің аралығынан. Кішкене тартып қояйық. Тартылып қалды. Осы аралықтан аламыз. Видеоның жалғасы бар. Келесі видеода жалғасын үйренетін боласыздар. Бұл видеода ақырындап барынша ақырындап түсірілген, мұқият қарап үйреніп алсаңыздар болады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы домашнийдің барлық тоқылу барысын басынан аяғына дейін көретін боласыздар. Осы видеода осы жерге дейін көрсеттім. Келесі видеода аяғына дейін көретін боласыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.